Қайырлы күн қыздар. Үйлеріңізде ет асып қалған ет осылай желінбей қалып қойып жатса, одан осындай дәмді тамақ жасауға болады. Енді жасалу жағынан мясо по-французскийға келеді, бірақ асылған еттен жасалады. Асылған етімізді ұсақтап турап дайындап аламыз. Одан кейін картопты аршып, оны да осылай дөңгелек формада турап аламыз. Пияз бен сәбізімізді ұсақтап турасаңыздар да болады, не болмаса өткізгіштің көмегімен мен сияқты ұсақтап өткізіп алсаңыздар да болады. Одан кейін арнайы противенге жаңағы рет-ретімен салатын боламыз. Менде енді адам аз болғандықтан кішірек противен жоқ болды, сондықтан осылай пирогтың қалыбына жасадым. Осылай барлығын дөңгелектеп картошкамызды қойып алғаннан кейін майонез жағып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен майонезімізді жұқалап жағып, одан кейін жаңағы туралған етімізді бетіне салып аламыз. Оны да жаймалап, оның да бетіне майонезді қайталап жағып, одан кейін келесі жаңағы сәбізіміз бен пиязымызды жұқалап салып, оны да жаймалап алатын боламыз. Майонезді жағып, қалған картоптарымызды тағы да орналастырып шығамыз. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды езіп алып, бетіне толықтай біркелкі етіп құясыздар. Осы аралықта пешімізді 180 градусқа қыздырып, дайын болғаннан кейін 30 минутқа жаңағы пісуге жібереміз. Осы аралықта біз сырымызды үкіштен өткізіп дайындап аламыз. Осылай қызарып әдемі болып піскеннен кейін үкіштен өткізілген сырымызды бетіне толықтай біркелкі етіп сеуіп шығасыздар. Міне осылай сыр толық ерігеннен кейін қалыптан босатып ұсына берулеріңізге болады. Өте дәмді кешкі ас болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап, достарыңызға жіберіп отыруды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.